Қайырлы күн, бүгін сіздермен бірге құрғақ жемістерден жасалатын паста аносова деп аталатын дәрумендерге бай осындай пастаны жасап көрсетемін. Өте дәмді және иммунитетті көтеруге көмектеседі. Алдымен құрғақ жемістерімізді жуып тазалап дайындап аламыз. Мен алдымен инжирді жуып, оны 1-2 сағатқа жібітіп қоямыз. Сол кезде блендермен езгенде өте жақсы, оңай езілетін болады. Бұл пастаға мен инжир, асқабақ дәнін, лимон, қара өрік және жаңға қосатын боламын. Егерде мейіз қосам десеңіздер, мейіз қоссаңыздар да болады. Барлығын жуып тазалап дайындап алғаннан кейін блендерге салып, езіп аламыз. Отбасындағы адам санына байланысты құрамын көбейтсеңіздер болады. Видеоның астыңғы жағында описание бөліміне ингредиенттердің құрамын жазып қалдырамын барлығын. Көріп тұрғандарыңыздай, осылай езіп аласыздар. Егерде блендер болмаса, жай ет тартқыштан өткізулеріңізге болады. Барлығын бір үлкен ыдысқа саламыз. Лимоннан мен 1 қостым. Өз қалауларыңызға қарай оны 3-ге дейін көбейтуге болады. Және оған міндетті түрде таза балдан қосу керек. Сол кезде пайдасы 2 есеге артады. Барлығын жақсылап араластырамыз. Ересектерге де, балаларға да өте ұнайды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дайын болған пастамызды кәдімгі банкілерге салып, тоңазытқышқа сақтай бересіздер. Иммунитетті көтеруге өте жақсы көмегін тигізеді. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қолдап қойыңыздар.